Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, бүгін өмір сабақтары жөнінде біраз әңгіме қозғайық. Мен негізі әйел жолдастардың арасында өте көп жүретіндіктен, олардың өмірлері жөнінде, өмір сабақтары жөнінде көптеген сабақтар естимін. Және де соны өз өмірімде де қолданып, менің тыңдаушыларым да өз өмірлерінде қателік жібермесе екен деген оймен осы сабақтарды айтуға тырысып бағамын. Негізі алып қарайтын болсақ, көптеген әжелердің әңгімесі жақсы заттарыңды одан кейін қолданам деген, қонақ үшін қолданам деген күндерге қалдырмау керек дейді, я? Негізі айтатын болсақ, әдемі заттарды сатып алған болсаңыз, мысалы әдемі ыдыс аяқ сатып алдыңыз, оны қонаққа қолданам деп шкафыңыздың ішіне апарып тығып қоймаңыз. Бірінші сол әдемі ыдыспен әдемілеп жарқыратып, үлкен бөлмеңізге, залыңызға әдемілеп дастархан жасап, бірінші өзіңіз қолданып көріңіз. Сіздің көрген әр таңыңыз, шыққан күн ол сіздің мерекеңіз. Себебі сіз осы өмірде барсыз. Сіз жарқыраған күнді көрдіңіз. Отбасыңыздың ортасында, ата-анаңыздың қасында, ата-енеңіздің қасында бүгінгі күнді көре отыра таңғы шайыңызды ішудесіз. Немесе түскі шайыңызды ішудесіз, кешкіге деп отбасыңызға дайындаған сондай дәмді тамақ пен со алған өзіңіздің жақсы сервистарыңыз ба, немесе басқа ыдыстарыңыз ба, жарқыратып, жайнатып дастарханыңызды жасап, күлімдеп, әңгімелесіп, өткенді еске алып, әңгіме дүкен құратын болсаңыздар, осы бақыт әр күн Алланың берген сыйы. Сондықтан да әр күніңізді өзіңізге бақытты күндердің бірі қылыңыз. Себебі бүгінгі күн ғана болып қалады. Ол ертеңгі күннің тарихы. Бүгінгі күн ол сіздің нағыз өміріңіз. Ертеңгі күн белгісіз. Бүгінгі күн ол сіздің күніңіз. Кешегі күн ол өткен тарих екенін ұмытпаңыз. Сондықтан да әр алған затыңызды өзіңіз үшін, өз отбасыңыз үшін пайдаланып қалыңыз. Себебі бақыт ол ақырын ғана, үнсіз ғана келеді дейді. Және де бақыт ол сіздің бір дастарханда отырып, отбасыңызбен әңгімелесе, күлімдеп, жадырап, жайнап, әдемі дастарханда әңгіме құруыңыз, әңгіме дүкен құруыңыз. Бұл да сіздің өмірде қайталанбас күндеріңіздің бірі болады. Сондықтан да әр алған әдемі заттарыңызды содан кейін қонақ келгенде қолданам дегенді қойып, өзіңізге қолданған дұрыс болады деп мен өз ойымды айтқым келеді. Себебі бір әңгімелердің бірінде тыңдаған едім. Сіңілім дейді, өзінің әдемі заттарының барлығын қонаққа барғанда киемін. Әдемі ыдыстарын қонақтар келгенде жасап беремін деп, сервантына жинап, жаңа киімдерін шифонеріне жинай беріпті дейді. Бірақ та аяқ астынан ауырып, бір жұманың ішінде о дүниелік болды дейді. Әпкесі осының бәрін көргендіктен, бұл дүниеде бүгінгі күнмен ғана өмір сүру керек деген өзінің ой тұжырымын айтты. Сондықтан да әр адам, әр істі, әр әдемі күнді, күннің жарқырағанын бүгінгі күні көріп қалсын. Бүгінгі күні қолданып қалса екен әр әдемі затын деген ой айтқым келеді. Сау, саламатта болыңыздар.